Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай жұп-жұмсақ болып шығатын өте дәмді шелпектердің рецептімен бөлісемін. Бұл шелпектер келесі күнге қалып кетсе де қатпай, өзінің жұмсақтығын сақтап қалады. Сол үшін сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы су құямыз, жылы сүт құямыз, 1 шай қасық тұз саламыз, 1 ас қасық қант қосамыз. Енді барлығын араластырамыз. 1 шай қасық ашытқы, 1 ас қасық майонез саламыз. Бір жұмыртқа қосып, барлығын бірге араластырамыз. Екі ас қасық сұйық май қосамыз. Тағы да араластырамыз. Енді ұнды електен өткізе отырып қосамыз. Қолымызбен қамыр илейміз. Бетін осылай жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Міне қамырымыз көтеріліп дайын болды. Қолға қамыр жабыспас үшін қолымызды сұйық маймен майлап аламыз. Енді 7 бөлікке бөліп, қолымызбен осылай дөңгелектеп шығамыз. Міне дайындап алдым. Енді біртіндеп жұқалау етіп жайып шығамыз. Бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін табамызға май құйып қыздырамыз. Май көбірек болған дұрыс, өйткені шелпектеріміз майға батып тұруы керек. Қатты қызып тұрған майға шелпектерімізді салып, осылай айналдыра отырып пісіреміз. Сонда барлық жері бірдей піседі. Кішкене қызарған соң келесі бетіне аударып, тағы да айналдырып отырып пісіріп аламыз. Міне шелпектеріміз дайын, осындай жұп-жұмсақ болып піседі. Іші де толықтай пісті. Сіздер де жасап көріңіздер.